Сәлем оқушылар, бүгін біз математикалық сауаттылықтан уақытқа байланысты есептерді шығарып үйренетін боламыз. Сабақты соңына дейін көріңдер. Егер сабақ ұнаса, каналыма тіркеліп, лайк басып кетуді ұмытпаңдар. Ал онда бірінші есептен бастайық. Бірінші есеп, егер тәуліктің қалған бөлігі өткен бөлігінің 60%-на тең болса, қазір сағат неше болатынын табыңыз. Ал бұл есепте бізде айтады, тәуліктің қалған бөлігі өткен бөлігінің 60%-ын құрайды дейді. Бізде мысалы өткен бөлігін x, қалған бөлігін y деп алатын болсақ, барлығы бізде 24 сағат. Бір тәулікте 24 сағат бар, иә? Бізде қазір сағат неше болды деп сұрап жатыр. Ол үшін енді қараңдар. Бізде тәуліктің қалған бөлігі өткен бөлігінің 60%-ын құрайтын болса, x-тің 60% дейтін болсақ, 100-ден 60 бөлігін құрап тұр. Сонда бұл екеуі не істейді? Қысқарады, иә? 20-ға бөледі, 5-тен 3 болады. Сонда бұл 5-тен 3 x-ті беріп тұр. 5-тен 3 x дегеніміз 10-нан 6 x болады, бұл дегеніміз 0,6 болады. 5 пен 3-ті алымында бөлімде 2-ге көбейтсек 10-нан 6 болады, бұл 0,6 деп ондық бөлшек түрінде жазуға болады. Сонда енді қараңдар, y-дің орнына осыны қоямыз. Сонда x қосылған, міне y жазбаймыз, 0,6 x тең 24 деп аламыз. Екеуін қоссақ 1,6 x тең 24 болады. X-қа 0,6 x-ті қоссақ 1,6 x болады, тең 24. Бұдан x-ті табу үшін біз не істейміз енді? 24-ті 1,6-ға бөлеміз. Қысқартамыз 8-ге, мына 3 болады, мына есе 0,2 болады. Сонда x тең 0,2-ден 3 болады да, екеуін 10-ға көбейтіп жіберетін болсақ, мынау бізде 30 болады, мынау есе 2 болады. Сонда тең не шығады? 15 шығады. Сонда қараңдар, өткен бөлігі 15 болса, 15 қосылған y тең 24 болса, қалған бөлігі сонда 24-тен 15-ті аламыз. Сонда y тең 9 болып тұр. Сонда өткен бөлігі 15, қалған бөлігі 9 болатын болса, сағат сонда күндізгі 3 болып тұр. Яғни 15-тен 00 кетіп тұр. Сонда 15 сағат өтті көрсетіп тұр деген жауапты белгілеп қоясыңдар. Екінші есеп, саяхатшылар моторлы қайықпен дүйсенбі күні сағат 12-де өз саяхатын бастады да 100 сағат саяхаттап қайта оралды. Ол қай күні неше сағатта қайтып келген? Бұл есепте айтады, саяхатшылар моторлы қайықпен дүйсенбі күні сағат 12-де шыққанда 100 сағат саяхаттап, сосын қайтып келген. Саяхатшылар қай күні сағат нешеде қайтып келген дейді. Қараңдар, ол үшін бізде бір күнде 24 сағат бар, иә? Бір суткада. 24 сағат болғаннан кейін 100-ді 24-ке бөлеміз. 100-ді 24-ке бөлсек 4 бүтін болады да, 24-ке бөлсек 96 болады, ар жақта 4 күн, не керек? 4 сағат болады. Сонда дүйсенбіден қараңдар, дүйсенбіден сейсенбі, сәрсенбі, бейсенбі, жұма. Не керек? Жұма күні келеді. Жұма күні ровно 4 күн жүрген кезде жұма күні сағат 12-де келу керек еді. Бізде ар жақта тағы да 4 сағат саяхаттаған, 4 сағаттан кейін оралған, сонда 12-ге 4-ті қосатын болсақ 16 шығады, иә? Сонда жұма күні сағат 16:00-де келеді деген жауапты белгілеп қоясыңдар болды. Үшінші есеп, кестеде Әсеттің қызмет істейтін мекемесінің жұмыс уақыты көрсетілген. Әсет бір аптада неше сағат жұмыс істейтінін анықтаңыз. Қараңдар, бұл үшінші есепте айтады, бізде Әсеттің жұмыс істейтін мекемесінің жұмыс уақыты көрсетілген дейді. Әсет бір аптада неше сағат жұмыс істейді, соны есептеңдер деп жатыр, иә? Дүйсенбіден жұмаға дейін бізде сағат 8-ден кешкі сағат 5-ге дейін жұмыс екен. Сенбі есе сағат 9-дан түскі 1-ге дейін жұмыс екен. Жексенбі демалыс, үзіліс 1-ден 2-ге дейін болып тұр. Қараңдар, дүйсенбіден жұмаға дейін бізде сағат 8-ден жұмыс басталады, 5-ге дейін. 8-ден 5-ге дейін бізде 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 9 сағат жұмыс екен, иә? 9 сағат, бізде бірақ 1 сағат обеті бар. Сонда 9-дан 1-ді алып тастаймыз да, тең 8 сағат. Күнде бізде 8 сағат жұмыс істейді екен. 8 сағат жұмыстан бізде неше күн істейді? 5 күн істейді. Сонда 40 сағат жұмыс болып тұр.
Ал енді қараңдар, сенбі күні сағат 9-дан бастап 1-ге дейін істейді. 9-дан 10, 11, 12, 13. Бізде 4 сағат екен, иә. Сонда міне оған не істейді екенбіз? 40-қа тағы да 4 сағатты қосады екен. Сонда 44 сағат жұмыс жасалады екен. Ал жексенбі күні не істейді екен? Демалады екен. Сонда бір аптада әсет 44 сағат жұмыс істейді деген жауапты белгілеп қоясыңдар. 4-ші есеп. Сержанға дәрігер дәріні 15 минут сайын ішіп тұру керек деп нұсқау берді. Егер ол бірінші дәріні сағат 11-ден 5 минут кеткенде ішсе, 4-ші рет дәріні қай уақытта ішеді? Қараңдар, бұл 4-ші есепте дәрігер сержанға 15 минут сайын дәрі ішуге нұсқау берген, және ол бірінші дәріні 11-ден 5 минут кеткен кезде ішкен. Бізге айтады, 4-ші дәріні сағат нешеде ішеді дейді. 11-ден 5 минут кеткенде бірінші дәріні іше, екінші дәріні ол 11-ден 20 кеткенде ішеді. 15-ті қосып кете береміз. Үшінші дәріні есе 11-ден 35 кеткенде ішеді. Ал 4-ші дәріні есе 11-ден тағы 15-ті қосатын болсақ 35-ке 50 минут өтеді. Сонда 11-ден 50 кеткенде ол 4-ші дәріні ішеді деген. Осы уақытты белгілеп қоямыз болды. 5-ші есеп. Бәлішті пешке 7-ден 20 минут өткенде қойды. Егер бәліш 4-тен 3 сағатта пісетін болса, сағат нешеде бәліш дайын болады? Қараңдар, бұл есепте айтады, бәлішті пешке 7-ден 20 өткенде қойғанда, ол 4-тен 3 сағатта піседі дейді. Бәліш нешеде дайын болады дейді. 4-тен 3 сағат дегеніміз, мысалы, бір сағатымыз бізде 60 минут болып тұр. Бір сағатымыз бізде 60 минутқа тең. Ал 4-тен 3 сағатымыз қанша екенін білмейміз. 4-тен 3 сағатты біз не деп аламыз? X-қа тең деп аламыз. Енді бұл қараңдар, бұл пропорция болды, X минут. Алдымен біз мына сағатты минутқа айналдырып алуымыз керек та, сол үшін минут түрінде жазып аламыз. Сонда бір сағаттың 60 минутқа тең болса, 4-тен 3 сағатымыз X минут деп аламыз да, бұл пропорция шығарамыз. Бірді X-ті табу үшін, не керек? X-ті табу үшін 60-ты 4-тен 3-ке көбейтіп 1-ге бөлеміз міне. 60-ты көбейтеміз 4-тен 3-ке, бұны 1-ге бөлеміз. Көбейткен кезде, қараңдар, бізде бүтін санды жай бөлшекке көбейткен кезде, мына бүтін сан жай бөлшектің бөлімімен қысқарады. Сонда мынау не керек? 60 пен 4 бізде 4-ке қысқарады, 4-ке бөлінеді. 4-ті 4-ке бөлсек 1 болады, 64-ке бөлсек 15 болады. 15-ті енді 3-ке көбейтеміз. 45 болады. 45-ті мына бөлімдегі 1-ге бөлетін болсақ, 45-тің өзі шығады. Бөлу мына 1 жазып қоямыз. 45-ті 1-ге бөлсек 45 минут болады екен. Яғни бір сағатымыз 60 болса, 60-ның 4-тен 3 бөлігін табу үшін 4-ге бөліп 3-ке көбейтсек те болады. Сонда 45 минутқа тең болады. Енді 7-ден 20-ға 45 минутты қосатын болсақ, ол не болады? 8-ден 5 минут кетеді. 0,5 болады. Сонда бәліш 8-ден 5 минут кеткенде дайын болады екен. Осы жауапты белгілейсіңдер. 6-ші есеп. Айару су температурасын төмендеуін әрбір 5 градус сайын жазып отырды да, келесі кестені құрды. Судың температурасы, судың төмендеу температурасын кеткен уақытын. Судың температурасы 85 градустан 75 градусқа дейін төмендеу үшін қанша уақыт кетті? 6-ші есепте айтады, айару дейді, су температурасын әр 5 градус сайын, мысалы 5 градусқа суыған сайын өлшеп отырғанда қанша уақыт кеткенін. Бізге айтады, енді содан мына кестені құрған. 85 градустан 75 градусқа төмендеу температурасын табыңдар дейді. Бұл жерде міне 85-тен 80-ге дейін бізде 4 минут 18 секунд кеткен, ал 80-ден 75-ге дейін 6 минут 5 секунд кеткен. Сонда біз не істейді екенбіз? Мына екеуін қосып жібереді екенбіз. Сонда қосқан кезде 85-тен 75-ге дейінгі төмендеу температурасының уақыты көрсетіледі. Сонда 4 қараңдар. Ол үшін 4 минут 18 секундқа 6 минут 5 секундты қосамыз. 5-ке 8-ді қосамыз. 13, 3 түсіп 1 ойда болады. Мынау 1 ойдағымен 2 болады. 23 секунд болады. Не керек? Мына жерде қосатын болсақ 10 минут шығады. Сонда 10 минут 23 секунд деген жауапты белгілеп қоямыз болды. 7-ші есеп. Марат пен Серік 4 сағат дойбы ойнады. Марат ойынға жұмсаған уақытын анықтаңыз.
Қараңдар, бұл есепте айтады, 7-ші есепте Марат пен Серік 4 сағат дойбы ойнаған дейді. Мараттың ойынға жұмсаған уақытын көрсетіңіз дейді. Бұндай есепте кездескен кезде оқушылар көпшілігі 4 сағат, мына 2 сағат, мына 2 сағат деп 2 сағат деген жауапты белгілеп қояды. Ол дұрыс емес. Бізде екеуі бірге ойнаған, әрқайсысы жеке-жеке 4 сағаттан ойнаған. Сонда бізде 4 сағат деген жауапты белгілеу керек. Біреу ойнап, біреу қарап тұрмайды ғой, екеуі бірге ойнайды. Екеуі де 4 сағаттан ойнаған. Сонда не керек? 4 сағат деген жауапты белгілеп қоясыңдар болды. 8-ші есеп. Жексенбі күні Берік 9 сағат 30 минутта ноутбукке отырғаннан күндізгі 3 сағат 15 минутқа дейін ойын ойнады. Ал келесі жексенбіде інісі Серік 1 сағат 50 минут ұзақ отырды. Серік ноутбукте қанша уақыт отырғанын анықтаңыз. Қараңдар, бұл есепте айтады, жексенбі күні Берік сағат 9:30-да ноутбукке отырған, содан түскі 3-тен 15-ке дейін отырған. Ал келесі жексенбі күні інісі есе одан 1 сағат 50 минут артық ойнаған. Сонда інісі Серік 1 сағат 50 минут артық ойнағанда, Серік неше сағат ойын ойнады дейді. Ол үшін біз алдымен Беріктің ойнаған уақытын тауып алуымыз керек, иә? Беріктің, онда қараңдар, Берік бізде 9:30-да отырған, 10:30-ға дейін 1 сағат, 11:30-ға дейін 2 сағат, 12:30-ға дейін 3 сағат, 13:30-ға дейін 4 сағат, 14:30-ға дейін бізде 5 сағат ойнады. Ал енді қараңдар, 15:30 дейтін болсақ, 6 сағат ойнайтын еді. 15:30-да емес, бізде 15-тен 15 кеткенге дейін ойнап отырды ол. Яғни сонда қараңдар, ары қарай 14:30-дан 15-15-ке дейін бізде тағы да 45 минут ойнаған. Сонда 5 сағат, сосын 14:30-дан 15-15-ке дейін бізде 45 минут ойнаған. Жалпы сонда Берік 5 сағат 45 минут ойнады. Ал оның інісі 1 сағат 50 минут артық ойнапты. Сонда екеуін қосамыз. 1 сағат 50 минут. 45 минутқа 50 минутты қосатын болсақ, бізде 95 минут болады. 95 минутымыз 1 сағат 35 минутты береді. Сонда бұл дегеніміз 35 минут болады. Ары қарай 1 сағатты сағатқа қосып жібереміз. 6 сағат, 1 сағатпен 7 сағат болады. Сонда бізде інісі Серік 7 сағат 35 минут ойнағанда не керек? Ноутбукта ойнап отыр. Осымен сабағымыз аяқталды, оқушылар. Сабақ түсінікті болса, каналыма тіркеліп, лайк басып кетуді ұмытпаңдар.